Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналда математика 3 сынып 120 сабақ. Бүгінгі сабақтың барлық есептері шығарылып, жауаптары түсіндірілген. Сендер лайк басып тіркеліп кетсеңдер, сендерге ең алғашқы болып көрінетін болады. Олай болса, сабақты бастайық. Разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бірінші жаттығу. Өрнек пен оның мәнін сәйкестендіріп, Қазақстан суретшілерінің аты жөнін анықта. Яғни балалар бізге мынандай өрнектер берілген және суретшілердің атаулары берілген. Және әр суретшінің тұсында әртүрлі нәтиже берілген. Өрнектерді шығара отыра, одан шыққан нәтижемен суреттегі нәтижені сәйкестендіре отыра, қай суретші екенін анықтаймыз. Олай болса, кеттік. Бірінші өрнек. 910 азайтылған 310 бөлінген 6. Яғни әдеттегідей біз балалар жақшаның үшін орындайтын боламыз. Яғни 910-нан 310-ды азайтатын болсақ, балалар 600 шығады. Яғни 600-ді 6-ға бөлетін болсақ, нәтиже 100. Яғни 100 деген жауабы бар суретті табайық. Әрине 100 деген нәтижесі бар мына сурет. Яғни бұл суретті атаумен сәйкестендіретін болсақ, бұл Молдахмет Кенбаев деген Қазақстан суретшісі екен балалар. Келесі өрнекке көшейік. 930 бөлінген 30 көбейтілген 4. Балалар, бұл жерде бөлу және көбейту амалы бар. Яғни біз бөлу амалынан бастап орындайтын боламыз. 930 бөлінген 30, яғни ол болады 31-ге тең. Яғни 31-ді, яғни шыққан мәнді 4-ке көбейтілетін болсақ, жауап 124. Яғни 124 деген суретпен сәйкестендіретін болсақ, мұна 124 деген суретші, яғни суретшінің атымен сәйкестендіреміз. Яғни бұл Әубәкір Исмайлов деген Қазақстан суретшісі екен. Келесі 65 қосылған 650 бөлінген 5. Яғни бұл жерде балалар өздерің білесіңдер, қай амал бірінші орындалады? Дұрыс айтасыңдар. Яғни бөлу. 650-ді 5-ке бөлетін болсақ, яғни бұл жерде қанша шығады балалар? 130 шығады. Яғни 130-ға, яғни шыққан нәтижеге 65-ті қосатын болсақ, нәтиже 195. Тез балалар Николай Худов деген қай суретші екенін табу үшін бірден 195 деген суретпен сәйкестендіреміз. Жарайсыңдар балалар. Бізде бір-ақ өрнек қалды. 360 қосылған 180 бөлінген 6. Яғни әдеттегі жақшаны үшін бірінші орындайтын боламыз. 365 қосылған 180 жауабы 540-ға тең болады. 540-ды 6-ға бөлетін болсақ 90. Яғни бұл біздің Әбілқан Қастеев Қазақстанның атақты суретшісін қай суретпен сәйкестендіреміз? Жарайсыңдар, міне 90 деген суретпен сәйкестендіре отыра Әбілқан Қастеевтің біз суретін таптық. Жарайсыңдар балалар. Біз бүгінгі бірінші жаттығуды сендермен өте қызықты орындадық деп ойлаймын.